Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Сіздермен бүгін жаңа жылдық мерекелік дастарханға арналған 3 салаттың түрін бірге жасайтын боламыз. Видеом пайдалы болып жатса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Барлық керек ингредиенттерді описанияда жазып қалдырдым. Ең алдымен суға піскен картопты осылай теркадан майдалап өткізіп аламыз. Одан кейін оның үстіне суға піскен жұмыртқамызды өткіземіз. Өткізіп болғаннан кейін сырымызды да осылай теркадан өткіземіз. Одан кейін тауықтың төс етін алып, кубиктеп турап шығамыз. Салаттардың жасалу жолы өте оңай, үйдегі көбіне бар заттар пайдаланылады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіз. Одан кейін соленый огурцымызды да дәл осылай кубиктеп турап саламыз. Үстіне тұз салып, одан кейін майонезімізді қосып, барлығын жақсылап біркелкі қылып араластырып аламыз. Енді бұл салатты апельсинге ұқсату үшін осылай піскен сәбізді теркадан майдалап өткізіп аламыз. Енді осы пищевой пленканың көмегі арқылы 2-3 ас қасықтан сәбіздерімізді жайып шығамыз. Сәбізімізді біркелкі қылып жайып алғаннан кейін салатымызды қолымызға салып дөңгелек тәрізді етіп жасаймыз. Осы пайда болған шариктерімізді сәбіздің дәл ортасына қойып, пищевой пленкамен сыртынан орап, дөңгелек формасына келтіреміз. Сыртынан қолымызбен қаттырақ нығыздап, апельсинге ұқсатып аламыз. Салаттың сыртын тек қана осындай сәбізбен қаптау емес, оны қызылшамен немесе укроппен де сыртын қаптауға болады. Екінші салатымыз шырша салаты. Оны жасау үшін ең алдымен колбасамызды осылай теркадан өткіземіз. Оның үстіне сырды да дәл осылай өткізіп шығамыз. Одан кейін піскен жұмыртқамызды да дәл осылай теркадан өткіземіз. Свежий огурцыды да дәл осылай өткізуді ұмытпаңыздар. Барлығын өткізіп болғаннан кейін үстіне кукуруза саламыз. Одан кейін майонезімізді қосып,
кішкене тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Салат дайын болғаннан кейін оны тарелкамызға түсіріп аламыз. Шыршаның формасына келтіру үшін 2 қасықтың көмегін пайдаланамыз. Салаттың бетін сәндеу үшін кез келген көкөніс немесе укроп, зелень пайдалансаңыздар болады. Мен осылай помидордан басына жұлдыз жасап алдым. Шамызда жасыл түске ендіру үшін осылай горохтың көмегін пайдаландым. Кукурузаның көмегімен осылай бетін сары түспен әсемдеп шықтым. Үшінші жасағалы отырған салатымыз бұл сағат салаты. Өте тойымды салат, өте оңай жасалынады. Тек қана 3 қана ингредиенттен тұрады. Суға пісіріп алдын ала етті дайындап аламыз және суытып, оны осылай соломка тәрізді турап шығамыз. Дәл осылай суға піскен жұмыртқаны да соломка тәрізді етіп тураймыз. Одан кейін соленый огурцымызды да соломка тәрізді қылып турап аламыз. Соленый огурцыға үккіштен өткізілген чеснокты немесе майдалап турап қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Чеснок салатқа өте ерекше дәм береді. Тарелкамызға орнату үшін осылай арнайы форманы алып, оның үстіне бірінші етімізді саламыз. Бұндай форма сізде болмаса ештеңе етпейді. Өзіңіз дөңгелек тәрізді формаға келтіріп алсаңыз болды. Үстіне майонезімізді жұқалап жағып шығамыз. Мен осылай мешокқа салып алып, майонезді жағып шықтым. Одан кейін соленый огурцымызды саламыз. Оның да үстіне майонезді жұқа қылып жағып шығамыз. Жұмыртқамызды да үстіне саламыз. Жұмыртқа салғаннан кейін кішкене тұз сеуіп жіберуді ұмытпаңыздар. Оның да үстіне майонез жағып шығамыз. Себу үшін осылай жер жаңғақтарды алып, майдалап турап аламыз. Турап болғаннан кейін оны құрғақ табада кішкене қуырамыз. Ешқандай май құймаймыз. Сол кезде жаңғақтар өте қытырлап, хрустящий болып, ерекше дәмді болып шығады. Оны осылай салатымыздың бетіне орнатып аламыз.
салатты ешқандай оформлениясыз ұсынсаңыздар да өте әдемі дәмді болып шығады. Немесе осылай қызанақ пен қиярды турап, сағат секілді цифрлар жасап қойсаңыздар өте әдемі болып тұрады. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Соңына дейін бірге қарағандарыңызға рахмет. Және сіз де осылай түрлі салаттарды жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіз. Алда келе жатқан жаңа жыл мерекесі барлықтарыңыздың отбасыларыңызға тек қана бақыт, береке, байлық алып келсін. Жаңа жыл құтты болсын.